Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте тез, жылдам дайындалатын салат дайындаймыз. Егер де менің салатымның рецепті ұнап жатса, каналға кіріп, коммент жазып, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Салат жасау үшін піскен ет керек, бір огурцы керек, бір қуырылған жұмыртқа керек жұқалап, сосын консервный қызыл фасол керек, сосын майонез керек, кішкене араластыратын. Өте жеңіл салат болады, тез жасалатын. Осылардың бәрін айдалап турап араластыратын боламыз. Огурцты көлденең осылай кольцо болып кесіп аламыз да, одан кейін жеңсіктеп соломка түрінде турайтын боламыз. Осылай бәрін турап аламыз. Огурцы мен етті салом қылып турап алғаннан кейін қуырылған жұмыртқамды да осындай салом қылып турап аламын, орап. Барлығын турап болғаннан кейін ыдысымызға саламыз да. Консервный фасолдың сүйегін қоймаймыз, тек ірісін, фасолдың өзін ғана салам. Өйткені кішкене майонез қосып араластырам. Дәміне қарай тұз, бұрыш салам кішірек. 1,5 столовый ложка майонез қосам. Жақсылап араластырамыз. Достар, міне тез, өте жылдам жасалатын салатымыз дайын болды. Егер де менің салатымның рецепті сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, коммент жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.